Сәлем қыздареки, қалайсыздар? Бүгін таңертең таң атпай тұрып алып балдардың бәрін сабаққа анда-мында сәдикке бәрін тасып тастадым да қой құрсын жатқаным болмас. Бүгін жұмаға кішкене тұрайын, бірдеңе шаруа жасайын деп етіктердің бәрі өткенде жаңбырдан қалған етіктер ғой, страшно күйі жоқ енді балжығы дейтін. Солардың бәрін аппақ қылып жуып алдым. Міне Дәулеттің неге сабаққа киіп жүрген пиндоштан алған туфлиі ғой. Бұны да жуып салып тастайыншы, енді келмейді ғой деп оны да жуып жатырмын ғой. Содан дейтін не керек, в общем страшно балшық болып жатыр. Аяқ киім бар, міне күйі жоқ қызымның аяқ киімі. Бұл да дейтін жаңбырда өткенде жаңбырдан кейін жуылмай қағып тастаған ғой. Біз үйдің балдары бір жақсы дейтін, оя аяқ киімді жуып қою дегенді білмейді ғой. Дайын нәрсені тек киіп алады да рахаттанып жүреді. Соған қызымның аяқ киімін бәрін, баламдікін, қызымдікін бәрін жуындым да ең соңында бір күйі жоқ болғаннан аяқ киімді шошып кетпенде қазір көрсетемін. Міне страшно болып жатыр. Бұл да жаңбырда адуши кәдімгі жуып тастаған аяқ киім ғой. Бірақ бар ғой, бұл дейтін кәдімгі неден Турция ғой, Турция. Не Мадейн Турки күшті аяқ киім негізі бар ғой, боқасқан дейтін. Қыс болғанша киіп жүрмін ғой. Қазір дейтін декабрьдің бүгін нешесі ойлаңдар. Әлі киіп жүрмін ғой, сол бар ғой. Тыстағым келмейді, просто машина айдағанда удобно. Соған айтайын деген, мына кеше пиндоштан алған нем ғой, аяқ киім киіп беретін сушилкам. Содан алдым да қой, енді болмаса осымен киіп тірейін аяқ киімдерін деп мақтанып жатырмын ғой. Қыздар мына жерде бар ғой, пиндоштан дейтін алған қырғын дүние алдым ғой. Оказывается дейтін неде Қытайда дейтін ана ненің басы бар ғой, мынандай вилканың басы біздеркіндей болмайды екен, олардікі вообще басқаша болады екен. Соған базардан барып ана басына предохранитель сатып алып келіп, содан қарасам, мынауым дейтін кәдімгі дейтін өрт қой, өрт, огонь. Анан дейтін 30, 60, 90, 120 градусқа дейін манағыдай температураны көтеруге болады екен. Содан ананы қойып кішкене күтіп отырдым. Қарасам дейтін аяқ киімді қостатпайды, жанып тұр ғой, өртеніп. Керім болды сонымен қыздар.